Талғат Бегелдинов 2 мәрте КСРО батыры атағын алған 65 ұшақтың біргейі. Соғыс жылдары 300-ден астам рет әуеде қалықтап, 10 шақты жау ұшақтарын көзін құртты. Жалпы Бегелдинов әуе шабуылдары жөнінен аңыз болған адам. Ең алғаш Талғаттың ұшуға деген құштарлығы 16 жасында жергілікті аэроклубқа келгенде ашылады. Алайда комиссия 16 жасар Бегелдиновтың аэроклубқа қабылдаудан бірнеше рет бас тартады. Оған себебі салмағының тым аз болуы. Бірнеше рет болашақ ұшқыштың бетін қайтарған аэроклуб қызметкерлері тіпті оған жиі ұрсатын. Артынан белгілі болғандай, нұсқаушылар әдейі болашақ жауынгерлердің табандылығы мен психикалық жағдайын тексереді екен. 1940 жылы ол Саратов қаласына келіп, Балшовск әскери авиациялық ұшқыштар мектебіне түседі. Содан кейін ол Орынбордағы Чкаловск әскери авиациялық училищесіне ауыстырылады. 1943 жылдың қаңтар айында 21 жасар Талғат майдан шебіне аттанады. Батырдың әскери өмір жолы Калинин майданындағы 296 авиадивизияның 8-ші шабуылшы авиациялық полкінде басталады. 1943 жылғы қыркүйекте Днепр үшін ұрыста жауға аянбай қарсы тұрады. Осы шайқаста Бегелдиновтың ұшағы зақымданып өртене бастайды. Сонда ол ұшағын жау техникасын жасырынған тұсқа бағыттап, өзі ұшақтан секіріп үлгереді. Тағы бір ерлігі, ол сол жылдары көктем айында жаудың жойғыш ұшағын қарапайым ұшақпен дәл көздеп атып, жойған тұңғыш ұшқыш болды. Шын мәнінде немістің шебер ұшқыштары мұндай көзсіз батырлықты 20 жасар жігіттен күтпеген еді. Ал Бегелдиновтың Ил-2 ұшағы сол соғыста зардап шеккенімен, ол ұшағын аэродромға дейін жеткізеді. Осылайша жас Талғаттың күрделі шайқастың тағдырын шешкені тарихта ерекше атаумен қалды. Айта кету керек, содан кейін Талғаттың осы ерлігін қайталағандар көбейді. Талғат Бегелдинов 1944 жылғы 26 қазанда Кеңес одағының батыры атағын алды. Екінші рет 1945 жылдың 27 маусымында марапатталды. Жалпы саны 305 рет әскери ұшу жасаған. Ол 15 топтық әскери соғысқа қатыса отырып, жалғыз өзі ондаған жаудың ұшағын жарамсыз етті. Украина, Курск доғасы, Прага және Берлинде өткен жойқын соғыстарға қатысқан. Талғат Бегелдинов Ленин орденімен, 2 қызыл белгі орденімен 1 және 2 дәрежелі отан соғысы, қызыл жұлдыз, Александр Невский 3 дәрежелі даңқ орденімен, бір қатар басқа да отандық және шетел ордендерімен және медальдармен марапатталған. Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов қарашаның 9 күні 93 жасына қараған шағында дүниеден өтті. Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов авиация генерал-майоры, Кеңес одағының 2 мәрте батыры, Барыс орденінің иегері. 1922 жылы 5 тамызда дүниеге келген. Биыл Талғат Жақыпбекұлының туғанына 100 жыл. Ол ұшақпен көк жүзінде 500 сағат болған, 305 рет әскери шабуылға шығып, жау ұясы Берлинді алуға бірінші болып қатысты. Назарларыңызға Талғат Бегелдинов туралы қызық 10 дерек ұсынамыз. Бірінші. Талғат Бегелдинов көш кезінде түйеге тіркелген үлкен 2 доңғалақты арбада дүниеге келген. Ол баланың дүниеге келу құрметіне көш тоқтап, сол арада мал сойылып, той жасалған. Кейін ақсақалдар ұзақ пікірталасқа түсіп, жаңа туған сәбиге Талғат деген есімді қойыпты. Екінші. Бала Талғаттың Бішкекте жүргенде өгей шешесі дұрыс қарамай, ашқұрсақ қалып, амал жоқ таудан кесіртке жылан аулап жүрек жалғаған кез болған. Үшінші. Талғат Бегелдинов 1938 жылы Фрунзе қаласында орналасқан аэроклубқа оқуға түседі. Басында бойы аласа болған соң аэроклуб басшылары оны алғысы келмепті. Бірақ олар жастың табандылығы мен қайсарлығына тәнті болып қабылдаған. Екінші дүниежүзілік соғыста Ил-2 ұшағымен 305 рет әскери шабуылға шыққан. Егер 330 рет шабуылға шыққанда, 3-ші мәрте Кеңес одағының батыры атағы берілер еді. Бесінші. Фашистер Бегелдиновтың ұшағына қара ажал деген лақап берген, ал әріптестері оны қазақтың қыраны деп еркелеткен. Айтпақшы, оның ұшағының нөмірі 13 болған. Алтыншы. Майдан командирі Иван Конев оны бақырауық деп еркелеткен. Себебі Бегелдиновтың негізгі міндеті барлаушылық еді. Содан оның радиостанциясы қуатты болатын. Ол сөйлегенде басқа радиостанция тоқтап қалады екен. Жетінші. Соғыс кезінде барлығы 500 сағаттай аспанда ұшып, жеке өзі жаудың 7 ұшағын атып түсірген. Сегізінші.
Талғат Бигелдинов 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыры атағын алған жалғыз қазақ. 9-шы дерек. Талғат Бигелдинов 1943 жылдың көктем айында жаудың жойғыш ұшағын дәл көздеп атып түсірген тұңғыш шабуылдаушы ұшқыш болды. 10-шы. Өмірінің соңғы 40 жылында аты аңызға айналған ұшқыш омарташылыққа ден қойып ара өсірген. Осы істі ермек пен бейбіт эскадрилья деп атап, оған бар уақытын арнады.